медициналық материалдар, жартылай өткізгіштер, қоршаған ортаның сапасы және өнеркәсіп қауіпсіздігі сияқты әртүрлі салаларды мансапты жоғары дамытады. Химия мен математика, физика пәндері жақсы меңгеру керек. Химиялық мансабы. Жалпы химиялық инженерия, физикалық әлем туралы білімдерін, жеке атомдар мен молекулалардың өзара әрекеттесуін әсер ету үшін пайдаланылады. Оның таланттары негізінен соңғы материалдары зерттеу мен әзірлеуге қолданылады. Және көптеген салаларда, соның ішінде нанотехнологияда, энергия сақтауда және есептеулерде өте маңызды. Еңбек нарығы. Сипатталған мамандық бүгінгі күні сәт емес, бірақ өнеркәсіпте өте маңызды. Ода көптеген отындар, тауарлар, шикізаттар, табиғи ресурстар осы саламен байланысты болғандықтан сұранысқа ие. Химия мамандығын таңдаңыз, және де ол технолог болыңыз. Химия мен физика шынымен бей-жай қарамайды. Бұл мамандық өте қажет, алайда бұл жағдайда белгілі бір нюанстар бар. Сонымен, егер сіз жоғары оқу орнының бағдарламасынан тыс жақсы білімі бар белгілі маман болсаңыз, онда әрине біздің елімізде, шетелде сұранысқа ие боласыз. Бірақ химияда ерекше қажеттілік болмаса, онда уақытты жұмсап, жұмыс берушілердің арасында сұраныс болмайды. Қорытындылай келсем, адам өмірінде ең маңызды қадамдардың бірі мамандық таңдау. Әр күн бақытқа толы бола ма, жетістіктерге жете алады ма, дарындылығымен ерекше көзге түсіп, өзгелерден ерекшелене ме, осының бәрі дұрыс таңдалған мамандыққа байланысты. Шабытынды шарттар, сонда ғалам сен үшін бұрын қамал құрған жерлерден де жол ашады деп, Кемпбелл айтқандай, адам шау жүрегімен қалаған істі міндетті түрде жүзеге асады деп ойлаймын. Қазіргі заман көптеген қызықты да сан алуан сұранысқа ие мамандықтарға толы заман. Мен кішкентайымнан көптеген күрделі зерттеулерге қызықтым. Сол арқылы өзіме керек мамандықты да оңай таңдай алдым. Өзімнің болашағымды химиялық инженерия мамандығымен елестете аламын. Сүйікті мамандығым арқылы жұмыс істеу мен үшін ең үлкен бақыт деп санаймын. Осы орайда Абай атамыздың «Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қылан» деген керемет сөз есіме түсіп отыр. Күрделі қиындықтарға толы мамандық болса да, өз мақсатыма жету үшін ешқайсысына қарамай қиындықтарды жеңуге дайынмын. Мен үшін химия саласындағы мамандықтар